Видеода көлік министрлігінің такси қызметіне енгізуді ұсынған шектеулер туралы сөйлесеміз. Бұл ұсыныстар такси жүргізушілері мен олардың клиенттері арасында наразылық тудырды. Министрлік такси қызметінің қашықтығын 50 километрмен шектеуді ұсынады. Осы шектеулердің неліктен теріс әсер тудыратындығын бірге қарастырайық. Цифрлық платформалар пайда болғанға дейін де қалааралық такси қызметтері жұмыс істеп келген. Адамдар автобустардан көрі такси қызметін таңдаған. Шектеулер адамдарды автобустарға қайта отырғызбайды. Керісінше хаос пен қылмысты қайтаруы мүмкін. Такси мен автобустар әртүрлі клиенттерге қызмет көрсетеді. Жайлылық үшін артық төлеуге дайын адамдар таксиге артықшылық береді. Таксиге шектеу қою мейрамханаларды жауып, асханаларды дамытумен тең. Бұл абсурд. Министрлік қазіргі заманғы такси жүргізушілері менеджерлер арқылы сапарларын оңай үйлестіретінін ескермейді. Шектеулер такси тұрақтарының кез келген жерде пайда болуына әкеліп соғады. Министрлік жаңа шектеулерді қалай бақылайтыны белгісіз. Цифрлық платформалардың мүмкіндіктері мемлекеттік органдардан әлдеқайда асып түседі. Мемлекеттік органдар жүздеген мың қазақстандықтардың мүдделеріне әсер ететін шешімдер қабылдайды. Табыспен өмір сүру сапасын жақсарту үшін парламент пен партиялар қайда. Министр халықтың адал еңбегімен қалай өмір сүретінін түсіне ме деген ойға жетелейді. Назарларыңызға рахмет. Өзекті жаңалықтар мен пікірлерден хабардар болу үшін бізбен бірге болыңыздар.